Жазаңды алуға асықпа. Баяғыда бір патша болыпты. Әрине, патшалар көп болған ғой. Сол көп патшаның бірі өз бақшасында демалып отырса керек. Табиғат сұлу ғой, ал патша бағының қандай болатынын елестете беріңіз. Сол әсем бақтағы бір алма ағашының гүлін бұлбұл құс тұмсығымен үзе бастапты. Оны көрген патша уәзірінен «Ана бұлбұл не істеп жатыр?» деп сұрайды. Уәзірі ол өз жазасын алуға асығуда деп жауап береді. Әнші құс біраздан соң ұясына жақындап, шыр-пыры шығып шырылдай, біресе жоғары, біресе төмен ұшып, жан біткеннің назарын өзіне аударады. Қараса, бұлбұлдың ағаш басындағы ұясына қарай бір қара жылан шығып барады екен. Патша жыланның не істеп жатқанын сұрайды. Сонда уәзірі манағы жауабын тағы да қайталайды. Ол өз жазасын алуға асығуда. Сол сәтте бақты күтуші бақташы әйел бұлбұлдың аянышты халін көріп, жыланды таспен ұрып өлтіреді. Патша бақташының не істеп жатқанын тағы да уәзірінен сұрайды. Және де жаңағындай жауап алады. Сол сәтте әйелдің саусағындағы бір әдемі алтын жүзік күнге шағылысып, жалт-жұлт етіп көздің жауын алады. Әйелдің қолындағы қымбат жүзік патшаның жоғалтып алған жүзігі екен. Бақташы бірден өлім жазасына кесіледі. Жан тәтті деген жылап еңіреген әйел датым бар деп патшаның алдынан сұранады. Датың болса айт дейді. Сонда әйелдің айтқаны: патшам, өз жазаңызды алуға сіз де асықпаңыз.